Ресей қазір әлсіреген сонша, Асадтың кетуінде де ештеңе айтылған жоқ, Венесуэлада да ештеңе айтылған жоқ, енді Иранда да түк істей алмай отыр. Бірақ әрине Ресей мен Қытай, кеше сарапшылар айтқанда, Дугиндер айтқандай, біз дейді мына барлау ақпарат арқылы, өзіміздің кейбір технологияларымыз арқылы, тәжірибеміз арқылы бөлісіп отырмыз ирандықтармен. Ирандықтар тез құламайды. Дугиннің де айтуы бойынша ирандықтарға қазір басты мақсат алғашқы 10 күнде құлап қалмау, құлдырамау. Егер осыны ұстап қалсақ, біз қазір дейді ұзақ мерзімді соғысқа айналады, және ары қарай американдықтар мен израильдіктер шаршай бастайды дейді. Өйткені расында да Израиль мен Американың негізгі мақсаты жойқын, тез, өте тиімді соққы жасау. Алғашқы 10 күнде тасалқан ету, және де жаңа мен айтып өткенде елде басқару хаосын туғызу, ешкім ештеңені бақылай алмайтындай. Ол жағдайда халық көшеге шығады, ол жағдайда мына Иранның қауіпсіздік әскери структурасы ыдырап, жеңіледі дегенге келіп саяды. Енді соғыс енді басталды.